Армысыздар, құрметті телекөрермен, қоғамдық арнасында шай үстінде хабары. Бүгінгі хабарымыздың кейіпкері облыстағы әйелдер істері жөніндегі комиссия хатшысы Қаламқас Каримова. Қаламқас ханым, өзіңізбен жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Еліміздегі өзекті мәселелердің бірі болып отырған әйелдерге қатысты ең өзекті деген тақырыптарды талқылаймыз деген сенімдемін. Олай болса, ең алғашқы сауал, осы комиссия жұмысына тоқталып өтсеңіз, қандай бастамалар жүзеге асуда? Рахмет, Назым. Облыс әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияның атап айтып тұрғандар, біз отбасы әйелдер істерімен айналысамыз. Негізгі біздің бағытымыз Қазақстан Республикасындағы 2030 жылға дейінгі гендерлік саясат және отбасы жөніндегі тұжырымдама бар. Сол тұжырымдаманың негізінде жұмыс жүргіземіз. Негізгі біздің бағытымыз отбасы құндылықтарын насихаттау, ұлттық дәстүрімізді дәріптеу, отбасы институтын нығайту, жастар арасындағы жаңағы ұлттық біздің дәстүрімізді насихаттау болып табылады. Және одан бөлек біздің қазір аналарымыз ғой, енді әйелдеріміз, оларға өзінің ананың рөлін, ананың жаңағы баланың өміріндегі оның маңыздылығын үйрету демей-ақ қояйын, енді соны насихаттау деп айтайық, насихаттау. Одан бөлек қоғамдағы қазір өзекті мәселелерді біз комиссия отырысында қараймыз, талқылаймыз, олардың қандай шешу жолдары бар, қандай проблемалары бар, оны шешуге біз қандай ықпал жасай аламыз. Сол жөнінде жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, олармен тапсырмалар беріп, комиссия отырысында оның орындалуын қадағалап, тұрақты түрде осы бағытта тікелей жұмыс жүргізіп отырамыз. Және комиссия жыл сайын өзінің жұмыс жоспарын бекітеді. Жұмыс жоспарында осы комиссияда қаралатын өзекті мәселелерді талқылаймыз. Енді қандай мәселе бізде өзекті болып тұр? Мысалы, ана мен бала денсаулығы мәселесі бар, әйелдер кәсіпкерлігі бар, отбасылық бизнесті дамыту мәселелері бар. Осындай мәселелерді қойып, осы жергілікті атқарушы органдардың басшыларының есептерін тыңдаймыз. Қоғам комиссия мүшелері өздерінің пікірлерін білдіреді, ойларын қосады, және алдағы уақытта атқарылатын жұмыстарын бірлесіп осылай шешеміз. Яғни комиссия бізде консультативті кеңес орган болып табылғандықтан осындай жұмыстар атқарамыз. Енді қазір сіздердің тараптарыңыздан қандай да бір түйткілді мәселелердің шешімін тапқан кезеңдер бар ма? Біз биылғы жылды отбасында бізде көбінесе ана мәселесі деп барлық бала тәрбиесінде анаға бұрып қоямыз да, біз биылғы жылды әкелерге бұрып отырмыз. Өйткені біздің зерттенді білім және ғылым министрлігінің зерттеулеріне сүйенсек, әрбір әке отбасында күніне тек көп дегенде 30 минут уақытты бөледі екен балаларына. Сондықтан көп жағдайда аналар айналысады екен балалардың мәселесімен. Сол үшін біз әкелерді кіргізу. Енді баланың орнында әкенің орны әрқашан ерекше ғой. Әкенің мысалға қаталдығы, әкенің мысалға кейбір қоғамда қазір орын алып жатқан жағдайлардан бір осы әкелердің аналарды кінәлаймыз көбінесе. Анасы неге неғылмаған, мысалы әйелдер жүреді, мысалы әкімдікке келіп жатса да, көмек сұраса да әйелдер жүреді. Неге солардың балалардың әкелері неге ол балаларға өздері қамқорлық танытпайды, әкелері неге сол мәселелерді айналыспайды деген мәселені көтеріп, биыл біз әкелерге бөлудеміз. Сондықтан әкелер форумын өткізіп тұрмыз. Біз әкелердің әке болу оңай ма деген тақырыптағы жастар арасындағы фотожоба ұйымдастырылды. Және қазіргі таңда әкелердің арасында барлық мектептерде бұрын қамқоршылық кеңестері бар еді ғой. Қазір барлық мектептерде Қызылорда облысындағы әкелер кеңестері құрылды биыл. Барлық мектепте әкелер кеңестері құрылып, солар ата-аналар кеңестерімен бірігіп, осы әкелер кеңестерімен жұмыс істеп жатырмыз биыл біз. Енді жаңа өзіңіз сөзіңізде айтып отырсыз ғой, біз көбінесе әйел азаматқа тіреп әкеп қоямыз деп. Енді бізде қалыптасып қалған қағида, әйел үйде отыру керек, бала шағаның қамымен үйде болу керек дейді. Ал бұл Орта Азия мемлекеттерінде осы үрдіс қалыптасқан. Ал қазіргі соңғы 10 жылдықтарда бұл үрдіс жаймен өзгеріске еніп бара жатыр. Бұған сіздің көзқарасыңыз қалай? Енді жалпы бізде енді әйелді үйдің жаңағы ұйытқысы, үйдің жылулығы деп барлығын әйелге тірейміз. Бірақ екі жағынан тағы сөз бар, екінші жағынан әйелі 40 шырақты, әйелі 40 жанды деп. Мысалы, сондықтан біз әйелдер қазір енді заманның талабы ғой, заман талабы. Кешеде мысалға президентіміз өзінің жолдауында айтты, біздің 2030 жылға дейін тұжырымдаманы, қазір заман өзгеріп жатыр, талап өзгеріп жатыр, сондықтан оған өзгеріс енгізуді. Сол сияқты әйелдер енді қазір тек қана үйде бала тәрбиесімен отыру емес, қоғаммен бірге, заман талабымен бірге өсу керек деп ойлаймын. Ол үйге де балаға да үлгеруге тырысу керек. Яғни әйел азанда ерте тұрып, өзінің жұмысын бітіріп, жұмысына барып кеп, балдарының да барлығын қосымша
алып жүруге заман талабына қарай өзгеріс енгізген мен оны дұрыс деп ойлаймын негізі. Бала дамып, бала жақсы болып, баланың көзқарасы, өзінің ой өрісі жетілу үшін анасының да соған талабы сай болу керек қой. Сондықтан аналардың да дамытып өзін-өзі жетілдірген дұрыс деп ойлаймын. Жалпы енді отбасы институтын қалыптастыруда баса неге мән беру керек? Бастапқы 2 жылдықта отбасыны мықты етіп, берік етіп, қалыптастырып, іргетасын мықты ету үшін нені ескерген жөн? Енді қазір некеге байланысты келетін болсақ, өткен жылдармен салыстырғанда бізде ажырасулар саны қуантарлығы, ажырасулардың саны азайып жатыр. Бұл енді біздің бірлескен қоғаммен атқарып жатқан жұмыстардың жемісі деп ойлаймын оны. Азайып жатыр. Бірақ ажырасулардың арасында статистика жүргізген кезде, сол ажырасулар алғашқы 5 жылдың ішінде болады екен, үйленулердің. Алғашқы 5 жылдың ішінде үйленудің, ажырасу, егер 5 жылдан әрмен қарай уже ажырасу фактілері азая бастайды екен. Негізі енді бізде қазір психологияда да барлық айтылып келе жатыр ғой, қандай не болу керек, күйеу мен әйелінің арасында қарым-қатынасы, соның барлығы тіреп алып келген кезде біздің қазағымыздың ұлттық салт дәстүріміздің осы діңгегінің соның ішінде тұр. Барлығы былай қарасақ та, жаңағы ерін сыйлау, әйелінің жаңағы еріне деген жаңағы өзінің құрметі, ерінің әйелге деген құрметі, оның жаңағы аманат ретінде қарау әйеліне, бір-бірінің арасында сүйіспеншілік, яғни бір-бірінің арасында түсінушіліктің пайда болады деп ойлаймын. Және ата-ананың арасында ол балаға ештеңе демей-ақ қойсын, үйретпей-ақ қойсын. Ата-ана, бала ата-анасының айнасы ғой. Ата-анасының өзінің сондай бір керемет жаңағы жылулықта өмір сүріп жатқанын көрген бала кейінде ол өз жанұясында дәл соны қайталайды деп ойлаймын. Сондықтан әр ата-ана өзінің болашағына, өзінің балаларына жаңағы тәлім, тәрбие беруде өздерінен бастау керек деп ойлаймын. Сезіну керек жауапкершілікті деп ойлаймын. Сондықтан осы біздің ұлттық салт дәстүрімізбен ұлттық құндылықтарымызды ұстану керек деп ойлаймын негізі. Енді жаңа өзіңіздің сөзіңізде айтып кетіп жатырсыз, ажырасулар 5 жылға дейін деп. Енді бұның басты себебі неде екен? Және де осыған байланысты комиссия қандай жұмыстар атқарып жатыр енді отбасын сақтап қалу үшін? Бізде енді отбасы бірінші жылдарда ажырасу себебі не дегеніңіз, енді жастар енді әрқайсысы бөлек өмір сүріп үйренген, бір-біріне жаңа бағынғысы келмейді деген сондай пайда болады ғой, бір-біріне мінездері сәйкес келмейді дегендей. Біз енді отбасы бұл жерде біз нақты бүйтіп жаңа қолмен сен былай деп істей алмағанмен, біз отбасылық құндылықтарды насихаттау арқылы бұған қол жеткізе аламыз деп ойлаймын. Солардың бірі мысалға біз мерейлі отбасы ұлттық конкурсы осы жақында өтті. Қандай керемет мысалға аталарымыз, әжелеріміз 10 баласы, 8 баласы бар, оның әрқайсысын ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, аналарды көрген кезде кәдімгідей адам сүйіспеншілікпен өзінің бір еріксіз бір жылулық пайда болады да. Соны жастардың арасында көптеп насихаттау керек деп ойлаймын мен негізі. Сол уақытта жұмыс істеп жатырмыз біз. Сосын жас отбасылардың арасында мысалға биыл жастар ресурстық орталығының ішінен жас отау деген жас отбасылар клубын құрдық. Оның ішінде 30 жасқа дейінгі жас келіншектерімізбен жаңағы семьялар және ер балаларымыз, азаматтарымыз дейміз ғой, солар барлығы кірген. Олар тұрақты түрде ай сайын өздері жиналады, жастарды шақырады, бір-бірінен тәжірибе алмасады, мастер-класс өткізеді. Олардың арасына қарасаңыз бір керемет жаңағы осындай көңіл күйде жүреді да. Олар сол әр ауданда осындай клубтарды құрып, біз осы биыл пилотный ашып тұрмыз қалада. Әрмен қарай жалғастыруды жоспарлап отырмыз. Негізі бірақ өте керемет жоба. Жастардың барлығы ұмтылып сол ортаға кіргісі келеді. Сосын бірінен жаңағы не қылып сайыстарға қатысады, өзінің отбасын фото жобалар жасайды. Сондықтан осы жастардың арасында насихат жұмыстарын көбірек жүргізіп жатырмыз биыл. Қазір енді ода қанша адам мүше? Бар ма адам сандары? Бізде адам санына шектеу жоқ. Кім кірем дейді, қазір оның шамасында негізі өзінің төрайымы бар, одан бөлек қасында мүшелер бар, бірақ жалпы кім кірем десе де оған нақты етіп шектеу жоқ. Барлық адам келіп оған қатыса береді, оған мынаншаға дейін мынаншаны шектеу қоймағанбыз. Енді төрайымды тағайындау мәселесіне келетін болсақ, енді ол жерде де бір тәжірибесі бар, толысқан азаматша немесе азамат. Ол жерде енді жастар болғаннан жас адамды қоюымыз керек қой. Сондықтан бізде жас келін ол жерде. Жас келін ата-енесімен тұратын, күйеуімен жұмыс, өзі еще бизнеспен айналысатын, барлығын қосымша алып жүретін, сондай адамды жастар өздері таңдады.
Енді Қаламқас ханым, мынау ана болу әрбір қыздың бір арманы, бақыты. Енді осы тұста бұл баға жетпес байлықтың баяндамасындағы қыз ғұмырдың қыздығында кететін қателіктер өте көп. Осы тұста ана болу әрбір қызға жауапты ма, әлде оны борыш деп санау керек пе? Енді жаңа айтамыз ғой, қыз мұраты кету деп айтады. Қыз мұраты кету, қыз енді ол қыз бен ана деген сөз ол екеуі егіз ұғым деп ойлаймын. Ол қызды бөлек, ананы бөлек борыш деп бөлмеу керек деп ойлаймын. Қыз ол болашақ ана. Ол болашақ ана болғаннан кейін қыздың ол ана болуға дайындығын, ана болып өмірге, баланы тәрбиелеуге дайындығын оны өзінің анасы айналысу керек. Бұл жерде ананың рөлі зор деп ойлаймын. Өзінің анасының балаға деген қарым-қатынасы, оларда үйде мысалға қалай ол анасы баласына қалай қарап жатыр, өзіне қалай қарым-қатынасы, өзінің баласымен сөйлесуге орын таба ма, уақыт таба ма. Мысалы қазір бізде смартфон деп айтып жатырмыз ғой. Кешеде бір кішкене бала болды, келіп тұр. Сен мамаң не істейді, мамаң үйде ма деп сұрасам айтады. Жоқ, мен мамамның уақыты жоқ, мамам телефон көреді дейді. Я мысалға уже ол баланың ойында уже мамасының оған уақыты жоқ, телефон көреді. Сол сияқты ол енді мен өзімде мысалға үйге барған кезде кешке телефон жүктеуге тырысамын. Телефондан қазіргі енді цифрлық заман дейміз, бірақ дегенмен де осы смартфондардың бала мен ананың, ана мен қыздың арасындағы осы нені бұзып жатқан сияқты деп ойлаймын. Екеуінің арасында байланысты. Енді әрқайсысы кешке жұмыстан, сабақтан келгеннен отырағап, күндіз қол тимеген нәрсені шұқылап. Сөйтеді ғой. Енді қазір еңкейген баладан, жас баладан үлкен кісіге дейін қолында әрбірінде бір телефон, үйге барған кезде әрқайсысы әр бөлмеде құшақтап жатады. Дегенмен де бұл енді жастардың көбінесе санасын улап жатқан сияқты. Ата-анамен байланыс өзіңіз айтқан сияқты, бір-бірімен тілдесу деген. Енді осыған сіздің көзқарасыңыз қалай? Енді қазір заман талабына сай смартфонсыз ол тағы да болмайды. Қазір заман талабы смартфон болады, бірақ дегенмен барлығының бір шектеуі болу керек деп ойлаймын. Мысалға кешке жиналды ма барлық отбасында телефонды барлығымыз. Мысалға мен өзім айтып отырмын, өзім кешке жұмыстан келемін, 7-тен балдарға айтамын. Мен келдім, болды, барлығымыз телефон тастаймыз. Барлығымыз телефонды қоямыз. Мен кейде звондап қалып алып жатсам, қызым айтады, мама сен айттың ғой телефонсыз деп, неге алып жатсың деп. Мысалы сол сияқты өзің көрсетуің керек та балаға. Оны смартфонды барлық қойсаң, ол бала түсінеді. Сосын ол баламен тек қана смартфонды алып тастап, сен өзің үйің жұмыспен айналысып жүрсең, ол бала ол тағы да болмайды. Ол баламен шамалы сөйлесіп, енді қаншама жұмысымыз қауіпті болса да, мысалға бір 10-15 минут кемінде баламен сөйлесуге, ойнауға, одан бөлек үй тапсырмасын тексереміз кешке отырып. Сондай өзіңнен бір жоспарлап уақытында сол баламен уақыт бөлу керек деп ойлаймын. Онсыз енді болмайды. Біздің бала біздің болашағымыз деп айтып отырмыз ғой. Енді балаға қазір көңіл бөліп, мысалға қазірден бастап осы оның болашағына осы нәрін құйып, су құйып жатқандаймыз ғой енді оның жаңағы несіне өсіп жатқан балаға. Сондықтан оны жоспарлап сол смартфонмен екі ортадағы сол байланыс. Сондықтан бір жағынан сосын смартфонда балалар оқыған көргенде бір теріс нелерді көріп жатады. Сосын орыс тілінде көбінесе балалар көреді. Сондықтан қазір жас балдардың көбінесіне орыс тілінде шығып жатыр тілдері. Орыс тілінде шығады. Екі-үштегі балдар уже орысша. Орыс тілінде, ағылшын тілінде сөйлейді уже. Енді өзге тілді білген жақсы ғой енді, бірақ бұл жерде баланың тілі шығуы негізі қазақ тілінен басталу керек деп ойлаймын. Сондықтан смартфонның осы жерде бір кішкене несі болып тұр балаларға. Сонымен қатар балалардың жүйкесіне бұл смартфонда ойындар да әсер етеді. Олармен ұрысады, неше түрлі сөйлеседі. Бір-бірімен сөйлеседі. Одан бөлек жаңағы балаларда қазір кейбір балаларда болады, телефонды алып қойса, ата-анасы балада уже агрессия пайда болады дейді. Уже бала деген телефоннан тәуелді болып қалғанда, телефонды алып қойғаннан кейін уже ата-анасына ашуланып, ренжіп, сол кәдімгідей бір ауа жетпей жатқандай болып кейбір балалар сөйтіп ауырады дейді. Ол уже баланың уже психикасында уже өзгерістер пайда болып деген сөз. Сондықтан бұл уже бейжай қарайтын мәселе емес деп ойлаймын. Сонымен қатар енді қазір ақылы ойындар да көбейіп кетті. Мынау қолжетімді болған сайын қазір қаражаттың барлығы сол смартфонда болғаннан кейін бала қазір барлығы меңгеріп алған, керек ойынға ақшаны өздері аударып алып жатады. Ақшаны аударып жатады. Ол да сол енді ойындардың басында жаңағы ол да енді өздерінің стратегиясы ғой, тегін қалады. Шамалы бір деңгейге жеткен кезде ақша сұрай бастайды. Оның өзі де баланы ата-анасы ақша бермесе, баланы дұрыс емес жолмен ақша табуға итермелейді ма деп мен өзім негізі жеке көзқарасым солай.
Сондықтан смартфонды енді барынша шектеуге тырысу керек деп ойлаймын балдарды. Енді Қаламқас ханым, енді демографияға тоқталып өтсек, көптеген шет елдерде жүктілікті жоспарлап жатады. Ал бізде мұндай шектеу болмаса, қағида кештеу дамиды. Ал енді осы жүктілікті жоспарлаған дұрыс па, әлде әр баланың өзінің несібесі бар деп, ұрпағымызды көбейтеміз деп босана берген дұрыс па? Қалай қарайсыз? Енді жаңа қазақ айтады ғой, бір бала туылса, бір жыл артық, бір қозы артық туса, бір жыл артық өседі деп. Дегенмен де қазір бұрын енді қазақ халқында табиғи өнім пайдаланған, таза ауа, табиғатта енді өзі денсаулық жағдайы да қазіргімен салыстыруға келмейді деп ойлаймын. Қазір мысалы бізде көбіміз фастфуд дейміз пайдаланамыз, табиғи емес өнімдерді пайдаланамыз. Сондықтан баланың ол көп болғаны әрине жақсы, бірақ оның баланың денсаулығына мән беру керек деп ойлаймын. Егер жоспарлы түрде туылған баланың денсаулығы мен жоспарсыз туылған баланың денсаулығында өзгешелік болады. Енді Құдай сақтасын, бірақ барлығы ондай деп айта алмаймын, бірақ көбінесе мысалы ерте босанып қалу, баланың бойындағы кейбір кемшіліктердің болуы сол балаларды анасының денсаулығының дұрыс болмағандығынан сондай енді балалар туылып жатады да. Сондықтан енді бұл жерде енді шектеуден аулақпын, бірақ енді дегенмен де анасы бірінші баласының сау болу үшін өзінің денсаулығын тиісті дәрежеде енді емдеп демейміз, қалыпқа келтіріп, содан кейін барып осы баланың өмірге әкелу керек деп ойлаймын. Оның саны емес, сапасы маңызды болу керек деп ойлаймын негізі. Енді әлеуметтік жағдайға қараған дұрыс па осы бала дүниеге келетін кезде? Енді қазір қоғамда көріп жатамыз ғой, 5-6 баласы бар, бірақ енді тұрмыс жағдайы төмен, әр жерден барып есігін қағып бер деп жүретін аналарды көзіміз шалып жатады. Енді сөзіміз ауыр тимесін дегенмен енді не дегенмен бір баланы қамтамасыз етіп, одан кейінгі баланы жаңағыда жоспарлаған дұрыс сияқты. Әлеуметтік жағдайы бойынша не дейсіз? Әлеуметтік жағдайы бойынша қазір бізде енді әлеуметтік жағдайы төмен деп айтып жатырмыз ғой. Келеді, сұрайды, балалары көп. Бірақ мемлекет тарапынан әлеуметтік жағдайы төмен азаматтарға қаншама қолдаулар жасалып жатыр ғой. Соны пайдалана білу керек деп ойлаймын. Мысалға қайтарымсыз гранттар беріліп жатыр биыл көп балалы аналарға, 555 мың теңге. Одан бөлек тағы да бұл қайтарымсыз гранттың 555 мың теңге берілетін сәбилер арқылы. Соны алып кейбір ата-аналар өздері жаңағы тоқаш пісіріп сатып, торт пісіріп, өздерінің аяқтан тұрып кетіп жатқандар бар. Әрмен қарай отбасылық бизнесті көрпеше тігіп, мысалы өзіміз былтыр білем, Әсем Баймаханова деген кісі мысалы 6 баласы бар, көрпеше тігіп отыр. Өзі содан уже бизнес жасап, әрмен қарай дамытып кетті. А кейбір аналар бар, ол ақшаны алған, бірақ мақсатсыз жұмсаған. Өзінің мақсатына жұмсамаған. Қазір енді оны біздің жергілікті атқарушы органнан сұрауы бар, ақша болғаннан артынан тексергеннен кейін олар енді наразылық білдіреді. Мен сондықтан ең бірінші өзі еңбектену керек деп ойлаймын. Әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін оны біреу келіп жақсартып бере алмайды, немесе мемлекет келіп, басқа келіп. Өзі талаптану керек, ниет болу керек. Ниеті болса, егерде баламды аяғына тұрғызам, болашақта баламның жарқын болып, баламның осы неде жақсы өмір сүргенін қалаймын деген ата-ана болса, қазір егер ниеті бар ата-ана болса, жағдай барлық жасалған деп толық айта аламын. Ол мысалға қай жағынан болса да, кәсіпкерлік жағынан болса да, қазір гранттар да бар, несиелер де бар, төмен пайызды. Соның барлығын алып жасауға болады. Даже кейбір жаңағы ақшасыз да бастайтын бизнестер бар. Қазір көп мысалға интернетте сол аналардың барлығының қолында әлеуметтік жағдайы төмен дегенмен де смартфондар бар, интернеттері бар. Ашып қараса қазір одан ешқандай да жаңағы шектеу жоқ. Сондықтан адам бірінші өзінің көңіліне, өзінің ниетіне байланысты деп ойлаймын. Істеймін, боламын, жасаймын деген мақсат қою керек та. Сол мақсат болған жағдайда балаларына әлеуметтік жағдайын жақсартады деп ойлаймын. Енді әйелдер ісімен айналысу, олардың бір проблемаларын шешу жақсы. Дегенмен де өзіңіз сөзіңіздің басыңызда айтып кеттіңіз, қазіргі таңда әкелерге қатысты. Көбінесе енді әкелердің бізде рөлі айтыла бермейді. Екінші сатыда қалып жатады әкелердің. Осы тұста бір жобаларды жүзеге асырып жатырмыз дедіңіздер. Бұны кеңейту, ауқымды түрде жүзеге асыру қолға алынып жатыр ма? Әрине, сол біз енді осы әкелерге қазір мән беріп отырмыз. Осы жаңа әкелер кеңестерін құрдық дедік қой, мектептердің жанының. Солардың
ақсақалдар кеңестермен бірлесіп жұмыс істеу, ардагерлер кеңестермен бірлесіп жұмыс істеу. Әр ауданда, қалада қазір ардагерлер кеңесі, ақсақалдар кеңесімен бірлескен жұмыс жоспарлары бекіттік биыл. Сонымен әкелердің қатысуымен әкелерді тәрбиелеу. Одан бөлек әрбір мектепте, енді қазір бәрін төменнен бастаймыз ғой, балаларға ер азаматтардан осы тәрбие сағаттарын ұйымдастыру. Мысалы, жоғарғы оқу орындарының бірінші, екінші курс студенттерінен жалғастыру. Сосын бізде қазір, мысалы, өздеріңіз білесіздер ғой, жаңа білім инновация лицейі деп. Соның ішінде, мысалы, бізде әкелер кеңестерінің жұмысы өте жақсы дамыған. Дәл сол тәжірибені барлық мектептерде жалғастыруды қолға алып отырмыз. Сосын әкелердің енді жыл сайын әкелер слетін өткізу, олардың жаңағы әке мен бала. Сосын біз биыл бір жақсы бір жоба алда қалсайын біз қазір жоспарлап отырмыз. Қараша айында әке мен қыз тақырыбын қолға алып. Көбінесе біз ана мен бала, әке мен бала, ана мен қыз, әке мен қыздың арасында. Бірнеше қызы бар әкелер бар. Сол әке мен қыздың арасындағы байланысқа бір шара өткізіп, соны көтергізеді деп отырмыз. Әке мен қыздың байланысы туралы. Әкелердің орны бір екінші сатыда қалып қойып жатқаны, көбінесе енді қызметте болсын, билік басында болмаса, барлық жерден ұстаздар қауымы болсын, әйел аналардың болып кетуінен деп ойламайсыз ба? Енді әйел аналар болғанмен де, мысалы, әкенің отбасындағы орнын, бұл жерде тағы да әйелге келіп тіреледі. Әкенің отбасындағы орнын балаға, әкесі жоқ болса да, балаға сіңіре білу ол ананың. Мысалға, үйде отырған кезде әкесі жоқ болса, қазір әкең келсін. Әкең біледі, әкеңнен сұраймыз, әкең шешеді деген мәселелерді әкесіне әкеп, баланың әкесімен байланысын үздірмеу керек деп ойлаймын. Әкесі жұмыста болса да, әкең жұмыста, әкең келгесін айтамыз, әкең шешеді деп, сондықтан әке туралы баланың көзқарасын қалыптастыра білу керек деп ойлаймын, анасы бұл жерде, егер де әкесі ұзақ уақыт жұмыста болатын болса. Енді отбасындағы зорлық-зомбылық кейінгі кезеңде белең алып бара жатыр. Ер азаматтарымыз әйелдеріне қол көтергеннен бөлек, ұл қыздарына да қол көтереді. Осы тұста қандай жұмыстар атқарылып жатыр, немесе ол кісілерге қандай да бір психологтардың кеңесі керек емес пе? Енді осы ретте, осы заң бар. Биылғы жылы енді біздің 7 аймен салыстырған кезде, өткен жылмен салыстырғанда биыл төмендеу бар. Зорлық-зомбылық фактілері. Себебі өткен жыл білесіздер, пандемия болды, үйден шықпады. Сол кезде енді бізде шамалы көбейіңкіреді. Бірақ биыл ол бізде азайып тұр көрсеткіш. Және де бізде биыл жаңа заң жобасы осы кезде парламентке енгізіліп жатыр. Бұл жаңа заң жобасында отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесіне қатысты. Бұл жерде әйелге қатысты, мысалы, ер азаматының қол көтеру немесе күш көрсету туралы мәселелеріне байланысты әйелге қорғау нұсқамасы, ер азаматты шектеу. Мысалға, бұрын әкесін үйінен шектетеді, бірақ қайтадан үйіне 3 сағаттан кейін келе беруіне мысалға несі бар тұғын. Қазір мысалы 1 айға дейін қорғау нұсқамасын шығаруға учаскелік полицейлерге не беріп отыр. Сондай құзырын береді деп жоспарланып отыр заң жобасында. Бірақ десе де енді бұл тұрмыстық зорлық-зомбылықтың бұл болдырған деңгейіне ойын болмай тұрып алдын алу мәселесі тағы да жаңағы біздің ананы құрметтеу, әйелді құрметтеу, соларға деген мысалға енді құрметтен басталады, тәрбиеден басталады деп ойлаймын ғой. Енді ер азаматтарымыздың біздің агрессорлар деп айтамыз ғой. Агрессорларымыз бір болғаннан кейін кейбір жағдайда қайталанып жататын жағдайлар бар. Сосын көбінесе біздің әйелдеріміз деп айтамыз, аналарымыз оның жасырады, бізде бір несі шағымданбайды. Ресми түрде арыз жазбайды. Ресми түрде сен көзіңмен көріп тұрып арыз жазды десең жазбайды. Сосын әйелдердің бұл жерден өздерінің құқықтарын қорғауға енді талпынбайтындығы ма, әлде біздің менталитетіміз сондай ма, енді біздің ұлттық менталитетіміз енді жаңағы ер азаматты жаңағы не қылу, бірақ уже зорлық-зомбылыққа не қылу деген, зорлық-зомбылыққа шыдау деген жоқ қой, бірақ дегенмен де бізде шамасында менталитет қалыптасқан. Бізде сол зорлық-зомбылық көрген азаматтарды енді қамқорлық аударыс орталығы бар, сол жерде 6 айға дейін ұстаймыз. Бірақ оған дейін оның алдын алу бойынша біз бір қатар жаңағы барлық аудандарда, қалаларда дөңгелек үстелдерді өткіземіз. Үйлерді аралап жаңағы парақшалар таратып жатырмыз. Ішкі істер органдарымен бірге баннерлерді орналастыру, жаңағы роликтер жіберу, барлығы бұл жасалып жатыр. Бірақ дегенмен де қазір біз ойлап отырмыз, оны жаңағы ақсақалдар кеңесімен бірлесіп жасау керек шығар деп ойлап отырмыз. Енді бізде ауылдық жерлерде көбінесе
ақсақалдарға тоқтайтын да қазір бар ғой. Сондықтан ақсақалдар кеңесімен бірлесіп сол іс-шаралар жоспарын ақсақалдар кеңесі, жаңа әкелер кеңесі бар. Осы зорлық зомбылықты сол жағына қарай бұрсақ па деп жоспарлап отырмыз біз. Енді өздеріңіз бірлесе жұмыс жасап отырғаннан кейін білетін шығарсыздар, қай жастағы отбасыларында көбінесе осындай зорлық зомбылықтар кездесіп жатады? Зорлық зомбылық 30 жас пен 40 жастың аралығында көбінесе болатын. Бұл жастық жақтан үйленеді 20 жасында, мысалы уже 2-3 балалы, 4-5 бала болады кейбіреулер. Одан кейін уже шамалы отбасылық нелер пайда бола бастайды, кикілжіңдер, енді может әлеуметтік жағдай пайда бола бастайды. Содан кейін ер азаматтың көбінесе бұл тұрмыстық зорлық зомбылықтың 98-99% ішімдік ішудің кесірінен болатын жағдай болып тұр. Сол шамалы бір менің әр отбасында осындай бір дағдарыс болатын сияқты, сол 30 жас пен 40 жастың аралығында. Бұл өзіміз статистика жасап көрдік, 30 жас пен 40 жастың аралығындағылар көп. Енді бүгінде белгілі болып отырған мәліметтерге сүйенсек, ерте жүктілік белең алып бара жатыр. Бағана да қозғап кеттік қой. Енді бұл қыздарымыздың бір тәрбиесінен кетіп жатқан кемшілік пе, әлде бұл болмаса қоғамға бейімделіп бара жатыр ма? Бұған сіздің көзқарасыңыз, немесе кейбір осы республика бойынша жаңалықтардан естіп жатамыз, 15 жастағы, 13 жастағы қыздардың ана атанып жатқаны, ерте жүктілік өзі қалай? Назгүл, енді қазір бұл өте өзекті мәселелердің бірі деп ойлаймын мен негізі өзім. Бұл ерте жүктілік өткен жылы пандемияның кезінде мектеп мұғалімдерімен байланыстың үзілген уақытында бір-екі шамалы белең алды, өзі көбейіп. Сосын бізде қазір ол ерте жүктіліктің мектеп жасындағы балалар емес, 9 класты бітіріп колледжге келеді. Сол 10-11 жас оқитын кездері, бірақ колледждің бірінші екінші курс студенттері. Солардың есебінен бізде саны көбейеді. Енді 15 жас олардан 16 жастағылар ғой, енді ерте жүктілік 18-ге дейін. Сондықтан жаңағы үйінде ата-ананың жаңағы қақпағынан дейміз, жаңағы шектеп, өте қатты жаңағы шектегендігінен соны шығып, мына еркіндікке келіп, соны бір жаңағы алданып қалатын жағдайлар болады деп ойлаймын мен негізі. Бұның бәрі түптеп келгенде қайтадан жаңа тәрбиеге келеді ғой, отбасындағы тәрбие. Бұл жерде енді көбінесе қыз балдарға ананың, ер балдарға әкенің бұл жерде рөлі көп деп ойлаймын. Ерте жүктілік қазір батысқа мүмкін еліктеулер көбейеді. Батыста неше түрлі фильмдер көреді жастар. Енді еліктегіс қой біздің жастарымыз, енді өз сондай кезінде кездері өзі алып ұшып тұрған, соны көріп мүмкін енді еліктейді шығар деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де бұл жерде отбасылық тәрбиенің маңызы зор. Отбасында не болса, ата-анасының тәрбиесі, ата-анасының сөзі күнде, ол сен балаң сенің дәл ол кезде оны құйып алып қоймасын. Күнде қайталап айтыла берген нәрсе бәрі баланың құлағында, санасында сақталып қалады. Ол дәл бір күнде болатын нәрсе емес, ол бір сағатта болатын. Соны күнделікті ата-анасының бірнеше жыл бойына осы пайдаланып отырған білімдерінің арқасында деп ойлаймын. Сондықтан отбасындағы тәрбиеден артық бұл жерде мұғалімнің де енді может қоғамның да әсері бар шығар. Қызға 40 үйден күйеу деп айтады ғой. Қоғам болып бірлесіп, мысалға әр қызға, мысалға ол сенің 40 үйден түйеуіңді қабылдай алатын да қыз болу керек. Кейбіреулер жаңа не шаруаң бар, мен жаңа өзім білемін. Сондықтан қыздың тәрбиесінде қызға ұяңдықты, биязылықты, үлкен сыйлауды, тыңдай білуді үйрету керек деп ойлаймын қыздарымызға. Енді әлеуметтік желімен қатар осы соңғы осы 1 жыл, 2 жылдың көлемінде әлеуметтік желідегі кең таралым, кең көрсетілім TikTok қазір. Қай бір қызды көрмеңіз, қазір көшеде тұра қалып, сол TikTok-ның әуресі болып жатады. Бәлкім осында бір әсері бар болар. Ол TikTok тек жаңа жастарым емес, үлкен кісілер біздің өзіңде бәрі соған кіріп. Енді ол заман талабына сай етіп түскен дұрыс шығар, бірақ оның ішінде кейбір анайы деп айтамыз ғой, енді бір видеоларда болып жатады. Сондықтан оны енді өзінің бір шегі болу керек деп ойлаймын. Шектен тыс пайдалану емес, әр нәрсенің өзінің жаңағы несінен пайдалансаң, шегімен өзінің орны бар. Ал шамадан тыс пайдалану әрқашанда зиянына келеді деп ойлаймын. Енді жаңағы біздің өзіміздің кейінгі сіңлілеріміз болмаса осы ерте жүкті болып қалып, ата-анасы қабылдамай қойып, үйге кіргізбей, болмаса жігіт жақ оны алмай жатқан жағдайда, енді олардың да бір қамқорлыққа алу мақсатында ана үйі ашылған. Қазір өзінің жұмысы
бір жақсы жүріп келе жатыр. Дегенмен де енді оның қатары көбейгенін қаламаймыз. Дегенмен де енді өзіңіздің кейінгі сіңлілеріңізге осы тұста қандай да бір кеңес айта аласыз ба? Енді жаңа ана үйі деп өзіңіз айтып кеттіңіз. Ол ана үйін енді бір көп насихаттауға да қазір болмайды дейміз. Бір жағынан енді кейбір алданып қалған қыздарымызды бұл жерде жетімдіктің алдын алудың бағытында ашылған нәрсе. Оны кейбіреулер дұрыс түсінбейді. Неге сендер сондай жаңағы адамдарға ондай қабылдау жасалады? Ол негізі жетімдіктің алдын алуға бағытталған негізі бағдарлама. Енді бірақ бұның алдын алуды мен сіңлілеріме өзімнен кейінгі жаңа айтар едім, қыздарымызға, жігіттерімізге ана болу ол үлкен жауапкершілік. Ол ана болуды бірінші сезіну керек, әке болу, ана болу. Ол өзі бала, ол әлі үлкен өмірге дайын емес. Сондықтан ол баланы алып келу дүниеге жауапкершілігін бірінші сезініп алу керек деп ойлаймын. Сондықтан бірінші ата-ананың тәрбиесі, екінші өзінің көзқарасы, өзінің ойы әр баланың дұрыс болу керек. Және әрмен қарай қыздарға айтарым, енді жоспарлау керек деп ойлаймын. Жоспар жаңа айтып өттік қой, жоспарлау керек. Алдағы уақытта өзі қалай болады? 15 жасында ол балаға дүниеге келгеннен кейін бұл балаға тиісті білім бере аласың ба? Ол баланы қамтамасыз ете аласың ба? Жауапкершілікті сезінуді үйрену керек деп ойлаймын. Енді Қаламқас ханым, біршама мәселелердің басын түртіп өттік. Енді осы тұста өзіңізге тоқталсақ, енді не дегенмен қызметте жүрген жансыз, отбасы мен қызметті қалай еңсеріп жүрсіз? Отбасы мен қызметті енді еңсеріп жүру, жаңа айттым ғой, әрбір әйелдің өзінің міндеті деп білемін өзім. Мен азында ерте тұрамын. 5-те тұрамын. 5-те тұрып, үйдің жұмыстарын, үй жинау, жаңағы кір жуу, тамақ істеу деген нәрселердің бәрін 5-тен 7:30-ға дейін, 2,5 сағатта үлгеруге тырысамын. Одан 7:30-да балаларымды оятып, жаңағы таңғы астарын беріп, 8-ден өте барлығын 8:30-ға дейін шығарып салып боламын. Содан 8:30-да өзім киініп жұмысқа шығамын. Сондықтан обедтің уақытында да келіп, 2 сағат обедіміз ғой, келіп, балаларға түскі обедін тез-тез беріп, сабақтан келетіндерін күтіп алып, жіберетіндерін шығарып салып, солай айналысамыз. Кешке енді барлығымыз, как әдеттегідей, жиналып, бір дастархан басына жиналу тек кешкемен, және азандағанда ғой, 2 мезгіл. Кешке сосын мен отбасында әрқашан әкенің несін айтып отырамын. Тамақты бастамаймыз, бірінші әкең бастасын, бірінші әкең келсін, бірінші әкең бастайды, содан кейін барып барлығымыз бастаймыз, күтеміз деген сияқты. Сондай әкеге көп көңіл бөлесіз ғой? Көңіл бөлемін балаларға, сондай балалар. Сосын кешке жаңа айтып өттім, телефонды келген бойдан уже телефонды алып тастаймыз. Телефонды қолданбаймыз, тек түнде ұйықтайтын кезде жаңа будильниктерін қойып барып жатады. Енді барлығына үлгеру адамның өзіне байланысты дейсіз ғой? Енді өзіңіздің отбасыңыздағыдан бөлек, енді не дегенмен келіндік қызметіңіз бар. Оған қалай үлгересіз? Келін енді мен ата-енем қазір бірге тұрмаймыз. Кезінде бірақ бастапқы 3 жылда бірге тұрды. Менің ата-енем өте жаңағы не адамдар болды. Айтсам екен, өте жақсы, мені өз қызындай қабылдап, үйретіп, осы жаңағы ас үйдің әзіріне үйретіп, менің енем деп айтып, мамамыз дейміз ғой, мамамыз ас үйдің жұмысына үйретіп, мені баулып өз қызындай көрсетті. Сондықтан мен оларды ешқашан бөтен адам ретінде қабылдаған емеспін. Ол ата енені қабылдау, ол өзіңнің ішкі жан дүниеңе байланысты. Егер сен ол кісілерді жақсы көріп, келіндік міндетіңді атқарып, барлық жаңағы кішіпейілдігін көрсетіп, құрмет сый көрсетіп тұрсаң, ол ата-анаң неге сені теріс айналу керек деп ойлаймын. Сондықтан ол үлкенге құрмет, кішіге ізет деген, ата-анаға құрметтен өзің ата-анаңнан кем көрмеу керек. Кейбір жастарымызда енді қазір жаңағы көп деген алып жатыр дейді, бөлек шығамын, бөлек тұрамын деген. Бұл жерде айтар едім, ата-ана ең бір үйдегі бір қазынамыз. Олар отырса үйдің ішінде береке болады. Біз енді азанда кетеміз, кешке келеміз, үйдің ішіне тас иіс құттаймыз. Ол кісілер болса үйде береке, үйде жылулық, балаларға да қандай тәрбие болады. Өзімізде мысалы атамыз, әжемізбен өстік, әлі күнге дейін жаңа атамыз бен әжеміздің айтқанының несін әлі күнге айтып отырамыз. Сондықтан ата, қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Қазына деген онда ата-енеміз, әке-шешеміз. Енді жолдасыңыз сіздің қызметте жүргеніңізге көзқарасы қалай? Жолдасым менің енді өзі жұмысында кесті
былай қабылдайды, өзі ол жеке кәсіпте, сондықтан уақытта оны кешкі уақытта мысалға балаларды балабақшадан алу, мектептен алу деген нәрселерге енді папамыз барып келеді. Сосын көбінесе мен өзім ақылдасып отырамын, ол кісімен айтып отырамын, былай істесем қалай болайын деп жатыр, былай жасайын деп жатырмын, қалай ойлайсың деп, ол кісі маған ылғи қолдау көрсетеді. Мынауың дұрыс деп ойлаймын. Енді әрқашанда ер азаматтар жаңағы мені тың ойлайды ғой, сондықтан әрқашанда ол кісінің несіне тыңдаймын, көзқарасын, пікірін. Сосын үйде де кез келген жұмысқа барып келу, енді кейде кеш қайтатын кездер болады, сосын бүгін кеш қайтайын деп тұрмын деп, енді бірақ ол кезде көбіне түсіністікпен қарайды, балалардың қасында болып. Енді дегенмен де бірақ енді әйел адам болғаннан кейін өзінің уақытылы келіп уақытылы үйде болғанын деп ойлайды. Енді еркек азаматтар, кез келген еркек азамат оны енді не қылады ғой, бірақ соны дегенмен де маған түсініспеушілік қарайтынына өте мен өзім ризамын. Енді маған өзім бұл жолынан енді менің жолым болды деп ойлаймын. Сондықтан қолдау көрсетеді әрқашан, қасында бірге болады. Қаламқас ханым, енді арнайы келіп бізбен сұхбаттасып, осындай әңгіме дүкен құрғаныңызға алғыс айтамыз. Көптеген мәселелердің басын аштық, талқыладық. Енді құрметті бізді көріп отырған көрермендеріміз өздеріне бір ақыл деп санамас деген ойдамыз. Дегенмен де өзіміздің өңірімізде болып жатқан біршама жұмыстарға шолу жасап өттік деген ойдамыз. Сізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, осымен біздің хабарымыз тәмам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.